popular. Біз қазір Галинда мен Әлфидің сөйлескенін талдаймыз. Ағылшынша не деп жатыр? Күшті қылып түсіндіріп береді. Look, it's tomorrow. Қара, таң атты дейді. Look деген ол бұйрық райында тұр, артық ештеңесі жоқ. Look, қара. It's tomorrow. Ертең атты, ертең болды дейді. Мына жерде ол бір түрлі болып естіледі, кішкене күлкінішті болып өйткені ертең деген ол ертең болатын дүние, қазірге жатпайды, бірақ ол it's tomorrow, қазір ертең болып тұр дейді. Өйткені түн бойы сөйлесі уақыттың қалай өткенін байқамағанды білдіріп, it's tomorrow, ертең атты дейді. And Elfie? Can I call you Elfie? Сені Elfie деп атай аламын ба дейді. Мына жерде can деген грамманы қолданып тұр, бір нәрсені жасай алам деген кезде қолданамыз. Can I бұлай жасай алам ба? Can I call? Call деген атау. Can I call you? Сені атай аламын ба? Elfie деп дейді. Ал Elfie деген оның ұзақ атын қысқартқан түрі. Well, it's a little bit perky. I don't really деп айта бастайды. Elfie? Well, енді дегенді білдіреді. Well, it's a little bit, ол кішкене, it's a little bit perky, албырт. It's a little bit perky, сәл албырттау екен дейді. I don't really, мен аса, I don't really know, мен аса білмеймін, I don't really like it деп айтайын деп жатты ма, біз білмейміз, өйткені Галинда оны естіп атқан жоқ, сөзін бөліп I know дейді. Білем. I'm gonna call you that. Енді сені солай атайын дейді. I'm gonna деген going to do something деген болашақта қолданатын шақты gonna қысқартып жатыр. Мына жерде going to do something деген грамманы қолданатыр. Оны біз болашақта бір нәрсе жасамақпын, жасайым деген жоспарларым бар деп айтқан кезде қолданамыз. Бірақ байқасаңыздар, going to the жай ғана gonna қылып қысқарта салды. I'm gonna сөйтпекпін, I'm going to call you, солай атамақпын дейді. I'm going to call you that, солай. And you can call me Галинда. Ал сен мені Галинда дейді. And you, ал сен, және сен, can, бүйте аласың, сөйте аласың. You can call me, осылай атай аласың дейді. Галинда деп. Ал Галинда деген оның өзінің толық аты. That is your name. Сол ғой атың дейді. That, сол, is, to be, to еткен етістік жоқ. That is your, сенің name. Атың. That is деп, isға акцент беріп тұрған соң, сол ғой дегенде білдіреді, кішкене мағынаны өзгертіп сөйлейді. Сол ғой, that is your name. Сол сенің атың, сол ғой сенің атың дегенді білдіреді. Осылай is дегенге акцент берген кезде. Let's not quarrel. Ұрсыспайық кәні, дейді Галинда. Let's not, кәнеки бүйтпейік дегенде білдіреді. Let's not quarrel. Quarrel, ұрсысу. Мен айтқандай болмаса, ол ұрсысу деп қалжыңдайды Галинда. Let's not quarrel. Кәнеки ұрсыспайық. Elfie. Деді. Now that we're friends. Ал енді дос болғасын. Now that. Ал енді. We're friends. Біз доспыз. We are. Деген to be өйткені етістік жоқ сөйлемде. Now that we're friends, ал дос болғасын. I've decided to make you my new project. Сен өзімнің жаңа жобам қылмақпын дейді. I've decided, осындай шешім қабылдадым деп present perfect simple'ды қолданып жатыр. Өйткені жақында ғана, жаңа ғана осындай шешім қабылдады. Уақытты қойып тұрған жоқ. Кеше сондай шешім қабылдадым, ана жол деп тұрған жоқ. Әйтеуір сөйтіп жасадым деп сондай шешім қабылдадым, енді осылай болады дегенді білдіргісі келіп тұр. Ол жайлы мына бейнебаяннан толығырақ түсініп көре аласыздар. I've decided, осындай шешім қабылдадым. To make you, сені қылуға, осылай жасауға. To make you my new, менің жаңа project, жоба. We really don't have to do that.
олай мүлде жасауға міндетті емессің, дейді Элфи. You really, сен мүлде, мына жерде really күшейткіш болып тұр. Сен мүлде, you really don't have to, олай жасауға міндетті емессің, дейді. Мына жерде have to do something деген грамманы қолданып жатыр. Оны біз бір нәрсені жасауға міндеттісің, міндеттімін деген кезде қолданамыз. Сонда бірінші орында have тұрады. Ол біздің басты етістігіміз, міндетті дегенді білдіреді. Жанына қосымша етістік жалғау үшін арасына to қойып қоямыз. Мысалы, I have to work. Мен жұмыс жасауым керек. You have to study. Сен сабақ оқуың керек. Мына жерде Элфи Галиндаға you don't have to, олай жасауға міндетті емессің, дейді. You don't really, мүлде, you don't really have to do that. Соны жасауға міндетті емессің, дейді. I know, білем, дейді. I know деп present simple'ды қолданып жатыр. Ол дәл қазір біліп тұр. Негізі present continuous болу керек, иә? Неге present simple тұр? Егер де осыған дейін мен түсіндіріп кеткен грамматика бейне баяндарды көрген болсаңыздар, астына жазып көріңіздер. Неге дәл қазір біліп тұрса да present simple қолданып жатыр? Ал білмесеңіздер, ол жайлы мына жерде түсіндіріп жібергенмін. That's what makes me so nice. Сол үшін сондай мейірбанмын, дейді. That's what, сол ғой, сол мен осындай жасап тұрған. That's what makes me, мен осындай қылып тұрған. That's what makes me so, сондай nice, мейірімді. Сол үшін ғой сондай мейірбанмын. That's what makes me so nice, дейді Галинда. Ол жасауға мүлде міндетті емес екенін білем. I know, I don't really have to do that. But I do that because I'm so nice. Бейне баянмаса, іліпі жіберіңіздер. Осы жерде жаңадан үйренген граммар мен сөздерді қолдана, пікір жазып кетіңіздер. Ал ағылшынша тез сөйлейін десеңіздер, қызықты қылып меңгерейін десеңіздер, менің оқушым болыңыздар. Жеке және жұптық онлайн сабақ беремін. Офлайндағыдай бет-бе-бет сөйлесіп отырамыз. And I'll see you at the next class. And you can call me Kuntiya.